Енді Тағы бір дұрыс па балалар? Келісесіздер ма жауаппен? Жоқ. үшінші жауабын тағы да бір нұсқамен. Айта беріңіз. Жеке жапырақтың түтікті талшықта өткізгіш шоқтары. Жақсы, рахмет. Бұл шәкәрім мектебі, иә? Бұрма мектебі, иә? Кім жауап берді? Батыс мектеп. Төртіншісін мен айтсам бола ма? Бұрма жұбы мектебі. Бұрма. Жақсы, Төртіншісін мен айтсам бола ма? ат жөніңізді айтыңызшы. Сағат айыру. Судың тамырдан жапыраққа дейінгі жолы жоғарғы ағыс. Келісесіздер ма балалар? Келіспейміз, себебі жауабы сүрек түктері болады. Тағы қандай вариант бар? Нешінші сұрақ оқыватсыздар, айтып жүресіздер ма? 4. Мұғалім, бірақ жаңағы сұрақ, төртінші сұрақ бар ғой, сол кітапта тұрған, значит, ол жоғарғы ағыс. Яғни ол ағыс не нәрсе болады? Мұғалім, төртінші жауабы ол телім ақылы. Жаңағы ағыс дегендеріңіз дұрыс, балалар. Ағыс ол қозғалыс болады, иә? Аха, жақсы. 5-ші сұраққа. 5-шісін батық айтса бола ма? Батық, жақсы. Кім екен? Жапырақтан органикалық заттардың барлық жерге таралуын өткізгіш ұлпа деп айтады. Келісесіздер ма? Балалар? Келісеміз. Жақсы. Жаңа батықтан жауап берген баланың аты жөні? Дәулет Үмжу. Мұғалім, 5-шісінде жапырақ санылауы. Жаңағы батық жауап беріп отырғанға қарсы шығып отырсыз ба? Дұрыс емес жауап берді деп ойлайсыз ба? Дәлелдеп көріңізші. Қайттан оқыңыз. Жоқ, 5-шісіне жауап беріп жатырмын. Оқысаңызшы сөзімен бірге, сөйлеммен бірге. Жапырақтан органикалық заттардың барлық мүшелерге таралуы. Ол жапырақ санылауы. 6-шыға кім жауап береді? Алтыншыға жауап берді. Мұғалім, 6-шы сұраққа жауап беруге бола ма? Болады. Устицы, тесік, екі жанасушы жасушамен шектелген санылау. Жақсы, рахмет. Және де өсімдікте 7-шіге кім? Жетіншіге жауап бар ма, балалар? Дария мектеп жауап берсе бола ма 7-ші сұраққа? Ат жөнді айта ғой. Тесік тахмина. Өсімдік минералды заттардың жылжуы судың булануы нәтижесі пайда болатын тамыр қысымы мен транспирация арқылы жүзеге асады. Жақсы, рахмет. Енді балалар, қазір бәріміз бірлесіп, мына жерде YouTube-тың несін көріп тұрсыңдар ма, ссылкасын? Осы YouTube ссылкасы арқылы видео көреміз. Қазір мен оны мына жерге ашам, сіздерге бірге көреміз, иә? Мына жерде тапсырма бар, балалар, тапсырма. Осы жаңағы видеодан көріп алғаннан кейін мына кестені толтыру керек болады. Бірінші жаңағы мүшелер және оның қызметі. Жарай ма? Осы қазір бірінші видеоны мұқият көріп алыңыздар.
Содан кейін барып мына кестені толтырасыздар. Толтырып болған кезде маған айтасыздар, мен болдым деп, жарай ма? Жоқ, менің видеом қайда кетті? Өздеріңізде ашылса мына видео, осы ссылкамен кіре беріңіздерші, мен жаңа қайда кетті мына кісі? Қайда кіріп кетті міне? Видео ашылмайды. Ашылмай тұр ма? Қазір бөліктері қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабақта мен дұрыс қоса алмай тұрмын. бөліктерінің Мен мынандай не үшін қажет екенін білетін боласың. Ең алдымен оқушылар суретке назар аударып, өсімдіктердің мүшелерін еске түсірейік. Мұғалім, видео көрінбейді. көрінбей ма сіздерге? Мүшелері тамыры, Жоқ. сабағы, жапырағы, гүл. Қазір мен ана кісіні шақырып алайыншы. Қайда кетіп қалды ол кісі? Мен жанында не жоқ? Қайда кеткендерін таппай отырмын. Қазір балалар, кешірім өтінемін. Пока кестені өздеріңіз білсеңіздер толтыра беріңіздерші. Кітапқа қарап, мен ана кісіні шақырып видео қосқанша. Бұрма мектеп Айару, сендер түгел емессіңдер ма сабақта? Біздің сыныпта Әлімхан мен Зерде жоқ. Жақсы. Кім жоқ дейсіздер бұрмада? Әлімхан мен Зерде. Төлеухан Әлімхан, Дамысбек Зерде. Айнагүл мұғалім, видеом неге көрінбейді? Видеомды қоссам көрінбейді деген. Иә? Балалар көре алмаймын. Видеоны ма? Басынан қою керек. Енді. Вы запустили, дедой, поделиться. Қайсысын жіберіп отырсыз? Мама? Қайда видео жаңағы? Мама, осы басынан. Гүлі және жемісі болады. Мұғалім, видео қосылды. Қосылды, я только басынан қоямыз қазір. Енді өсімдік бөліктерімен танысайық. Өсімдік бөліктері. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабақта сен өсімдіктің бөліктерінің не үшін қажет екенін білетін боласың. Ең алдымен оқушылар суретке назар аударып, өсімдіктердің мүшелерін еске түсірейік. Сонымен өсімдіктің мүшелері тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі және жемісі болады. Осы жемістің ішінде тұқымы пайда болады. Енді өсімдік бөліктерімен танысайық. Өсімдік бөліктері тұқым, тамыр, сабақ, жапырақ, гүл және жеміс. Барлық өсімдіктің бөліктері бірдей аталады. Олар пішініне, мөлшеріне және түсіне байланысты ерекшеленеді. Өсімдіктің барлық бөліктері маңызды. Олар әрқайсысы белгілі бір маңызды қызмет атқарады. Өсімдіктің тамыры өсімдікті топыраққа бекітеді. Ол топырақтан су мен қоректік заттарды сіңіреді. Өсімдіктің тамырының пішіні, жуандығы мен ұзындығы әртүрлі болады. Бұл топырақтың қаттылығына, жұмсақтығына және ылғалдылығына байланысты. Өсімдік сабағы өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі. Онда жапырақтар, гүлдер және жемістер орналасады.
Сабақ өсімдікті ұстап тұрады. Ол су мен қоректік заттарды басқа бөліктерге жеткізеді. Өсімдіктің жапырағы өсімдіктің сабағында орналасады. Жапырақтардың пішіні мен көлемі әртүрлі болады. Олардың көмегімен өсімдік қоректенеді, әрі тыныс алады. Жапырақ күн сәулесін сіңіреді. Өсімдіктің ең әдемі мүшесі және бөлігі гүл. Гүл түрлі түсті әдемі, кейбір хош иісті болады. Гүлден жеміс пайда болады. Әр өсімдіктің жемісі әртүрлі болады. Жеміс өсімдік тұқымын зақымдану, қатып қалу, не құрғап кетуден сақтайды. Жемістерді жануарлар қорек етеді. Адам өсімдіктің жемісі мен тұқымын тамаққа, мал азығына, медицина мен өнеркәсіпте пайдаланады. Ал өсімдіктің тұқымы оның жемісінде дамиды. Суретте көріп тұрғаныңыздай, қарбыз, анар, киви, авокадо жемістерінің ішінде тұқым дәнегінің қалыптасқанын байқауға болады. Тұқым өсімдіктердің таралуына және көбеюіне жауап береді. Қорыта айтқанда, өсімдіктің өсу кезеңінде оның барлық бөліктері маңызды қызмет атқарады. Өйткені ол тұқымнан қалыптасып, тұқымнан тамыр, тамырдан сабақ, сабақтан жапырақ, жапырақтан кейін жеміс пайда болып, жемістен пайда болады. Осындай өсу шеңберінің нәтижесінде алма ағашы қалыптасып көбеюде. Сабақ аяқталды, назарларыңызға. Енді жаңағы слайдымды, мінекей. Міне балалар көріп тұрсыздар ғой, иә? Қайда кетті? Айнагүл мұғалім. Сіз менің жанымда отырыңызшы, Құдай үшін. Жоқ, балалар емес, мен слайдымдарға қарап қоюым керек қой. Жаңағы кестені толтырамыз, балалар. Демонстрация беремін. Мұғалім, маған түн көрінбейді. Жаңғырықпен естіліп тұр дауысым. Не дейсің? Қайсысы? Слайд. Я жаңа келістік қой, алдында келіскендей біз видеоны көріп алдық. Енді балалар осы мүшелер мен қызметін көрсетуіміз керек. Үш өсімдіктің мүшесін және де көріп тұрған суреттегі және де оның қызметін не істеуіміз керек? Көрсетуіміз керек. Соған тапсырма орындайсыздар. Кім бірінші болады, сол болдым деп жауап беріңіздер. Шәкәрім жауап берсе бола ма?
Дайынсыздар ма? Иә. Аха, жақсы. Басқа мектептің оқушылары үлгеріп жатсыздар ма? Мұғалім бізде болдық, Дария мектебі. Болды. Онда қазір біріншіні Шәкәрім оқысын. Қазір балалар бірінші мүшені және оның қызметін Шәкәрім оқысын. Екіншіні Дария, үшіншіні Батық оқысын дейді. Жарай ма? Шәкәрім мектебі бастайды. Біріншісі тамыр, қасиеті, қызметі, беріктік қасиет береді. Қызмет керек маған, қызмет. Қасиет емес, қызмет. Толықтыратындар бар ма? Дария мектеп толықтырасыздар ма? Мұғалім сол біріншісі тамыр, қызметі топырақтан су мен минералды кешіріңіз. Топырақтан су мен минералды заттарды сіңіреді және оларды сабаққа өткізеді. Жақсы, жарайсыз, молодец. Екінші, Дария мектебі сіздер оқуларыңыз керек тыңда. Екінші сабақ су мен минералды заттарды тамырдан жапыраққа, ол органикалық заттарды жапырақтардан басқа мүшелерге тасымалдайды. Жақсы, тамаша, рахмет сізге. Батық мектебі. Жапырақ фотосинтез жүреді және органикалық заттарды сабаққа жібереді. Ағой мектебі қосылып отырған жоқ, балалар? Барсыздар ма? Бармыз. Ағой мектебі бар екен. Жақсы, рахмет. Қайтадан оқып жібересіз ба жаңағы үшіншіні? Мен дұрыс естімей қалдым. Фотосинтез үдерісі жүреді және органикалық заттарды сабаққа жібереді. Бұл не нәрсе? Мүшенің өзі аты? Жапырақ. Жақсы, рахмет. Енді балалар, сіздердің сабақтың ары қарай жалғастырады бізде Шәкәрім мектебінің ұстазы Айсана мұғалім. Алайда мен сіздерге алғыс айтам, бүгінгі сабағыма жақсы қатыстыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Қазір Айсана мұғалім ары қарай жалғастырып кетеді, жарай ма? Сізге де рахмет. Келесі слайдты ашып жібересіз ба? Ашып жатырмын. Бұл жерде ксилема және флоема элементтерінің құрылысын салыстыру, яғни қазір ксилема және флоема құрылыстарын салыстырамыз. Бізде флоема дегеніміз ол, яғни жаңағы органикалық заттарды астыға қарай, яғни тамырға жібереді, ал бізде ксилема дегеніміз ол бізде астындағы заттарды үстіге қарай өткізетін өткізгіштер болып табылады. Гүлді өсімдіктердің мүшелері бізде вегетативті және генеративті болып екіге бөлінеді. Вегетативті ол бізде тамыр, сабақ, жапырақ болса, генеративті бұл бізде гүл және де тұқым. Осыны жазып алсаңыз, мұғалім күте тұрамыз ба? Жазып алыңыздар. Балалар жазып алыңдар. Гүлді өсімдіктердің мүшелері бізде вегетативті және генеративті болып екіге бөлінеді. Вегетативті бұл бізде тамыр, сабақ, жапырақты білдірсе, ол генеративті бізде гүл мен тұқым. Неге генеративті? Неге ген деген сөз қандай мағына білдіреді? Бізде мысалы генетика деген бөлім бар, я. Ген дегеніміз бұл не нәрсе? Бұл, мысалы біз не арқылы көбейеміз? Мысалы біз генетикамыз жоқ. Біз адамдар, мысалы, біздің өзіміздің геніміз бар, я. Біз мысалы өзіміз соған байланысты бізде көбеюді қарастыратын бөлімнің бірі, ол бізде генетика бөлімі. Енді қараңдар, тиіспен жалюзи құлайды қазір. Бізде генеративті деген сөз, яғни ол көбейеді деген сөз. Вегетативті ол бізде, мысалы генеративті ол бізде, мысалы тұқым мен гүл болса, ол бізде не істейді? Генеративті түрде көбейеді. Ал вегетативті түрде көбейетін бізде ол тамыры, яғни тамыр не істейді бізде? Жайылып көбейеді, я. Ал одан кейін бізде сабағы және де жапырақ. Бұл бізде вегетативті бөлімі. Генеративті бөлімі ол бізде не нәрсе қандай? Гүл, сосын не нәрсе? Екіншісі, мынандай кішкентай, ең басында не болады? Не пайда болады бізде? Тұқым дейді оны. Бізде кішкентай нәрсені тұқым деп айтады.
Мұғалім кішкене астыға түсіресіз, бізге слайд дұрыстап көрінбейді. Түсінікті ма? Вегетативті және генеративті. Жазып болдыңдар ма? Жазылыңдар. Вегетативті және генеративті не екенін жазасыңдар. Мұғалім болыңыз. бізге тұқымнан кейін көрінбей жатыр. Гүл тұқым. Бұнан кейін ештеңе жоқ болды. Вегетативті және генеративті деп екіге бөлінеді. Біріншісі вегетативті бұл бізде тамыр, сабақ, жапырақ болса, генеративті ол бізде гүл мен тұқым ғана. Астында ештеңе жоқ оның. Енді бізде тамырдың қызметі, ол бізде тамыр бізде тірек қызметін және де қоректі қызметін атқарады. Мысалы біз гүлді жұлған кезде, білесіңдер я, тамыры бізде ұстап қалады. Яғни біз гүлді қатты жұлып алған кезде не нәрсе? Тамырымен қоса жұлып аламыз. Яғни ол тамыр өсімдікке қандай қызмет береді? Қорғаныштық қызметін береді. Міне мына жерде тамырдың түрлері көрсетілген. Мынау шашақты тамыр, мынау тамыр. Андай жай шашақтарсыз тамыр болып есептеледі. Иә. Енді сендер тамырдың бөлімдерін атауларың керек. Мына жерде сұрақ белгісі тұрған жерлерге қандай тамырлар екенін айтасыңдар. Мысалы, біріншісі, екіншісі және де үшіншісі тамырдың бөлімдері. Қандай бөлімдер бар? Балар жауабын біткеннен кейін айтыңдар, я? Мұғалім біз болдық. Аха, айта ғой. Бірінші тамыр ұшы, екінші сору аймағы, үшіншісі өткізу аймағы. Аха, жақсы. Одан төменгі бөлігі өткізу аймағы. Я, последний бұл бізде өткізу аймағы. Аха, айта қойыңдар. Тамыр аймақшысы ол, біріншісі тамыр аймақшысы ол тамыр үшін қорғайды. Екіншісі ол бөліну аймағы, ол жас жасушалар түзеді. Үшіншісі ол созылу аймағы, жасушалар ұзарып тамыр өседі. Төртіншісі сору аймағы, олар су минералды заттарды сіңіреді. Аймақша бөлімдерге кірмейді. Аха, жақсы. Молодцы. Енді өткізу аймағы бұл тамыр түкшелерінің даму сызбасы, өсу аймағы бізде, және де мына жерде тұрғаны бұл бізде өсу аймағы, одан үстіңгісі бізде сору аймағы, одан төменгісі бізде бөліну аймағы болып табылады. Мына жерде дұрыс жауаптар көрсетілген, бұл бізде тамыр түкшелерінің даму сызбасы, яғни тамыр түкшелері өткізу аймағы. Біздегі ортасы бұл бізде қандай? Мынау не нәрсе? Мына аймақ қандай аймақ деп аталады? Сору аймағы деп аталады. Мына жердегі одан төменгісі өсу аймағы, одан төменгі бізде бөліну аймағы. Ең соңғысы бізде қандай? Бөліну аймағы деп аталады. Жақсы, молодцы. Судың тасымалдануы түтікшелер арқылы жасушаларға өтеді. Бұл бізде алғашқы қабық, одан кейін тамырдың түтікшелері және де тасымалдау жүйесінің жүйелері, бөлімдері сасуды деп аталады бұл негізі кейде. Енді сабақтың қызметі бізде, сабақ білеміз, я? Мысалы, бізде тамырдан кейін бізде не құралады? Сабағы құралады, я? Яғни сабақтың қызметі ол бізде қорғаныштық қызметін атқарады, және де тасымалдайды, я? Яғни ол бізде органикалық заттарды жаңағы өсімдіктерге тасымалдап отырады, одан кейін қор жинаушы және де фотосинтездеуші. Фотосинтез дегеніміз не? Білесіңдер ма? Не нәрсе? Фотосинтез. Не нәрсе?
күн сәулесінен энергия алу, иә. Енді сабақ дегеніміз бұл өсімдіктің жер асты мүшелері мен жер үсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық тірек болып табылады. Қызметі бұл сабаққа бүршік, жапырақ, гүл, жеміс бекінеді. Яғни бізде бұл сабаққа барлығы да бекініп тұр. Бүршік дегеніміз не? Ең алғашқы айтады ғой, бүршік, жарды, гүл деп. Яғни ол не нәрсені білдіреді? Ең алғашқы біздегі гүлдің бөлімі бүршік деп аталады. Яғни бірінші бізде гүлдер бүршік жарады. Бүршік жарғаннан кейін сол бүршіктен бізде өсімдік өсіп шығады. Одан кейін не нәрсе? Яғни бізде гүл өсімдік өсіп шығады, иә, жаңағы бүршіктен. Одан кейін жапырақ, гүл және де жеміс бекінеді. Одан кейін екіншісі бізде қоректік заттар сабақ арқылы қозғалады. Үшіншісі бізде органикалық заттар қорға жиналады. Төртіншісі бізде фотосинтезге қатысады. Өсімдік сабақтары шөптекті, ағаштекті немесе сүректі болып бөлінеді. Бізде өсімдіктердің сабақтары шөптекті, ағаштекті, сүректі болып бөлінеді. Бұл неге? Себебі мысалы бізде шөптердің сабақтары шөптекті деп аталады. Ал егер де ағаштардың сабақтары болса, онда олар ағаштекті сабақтар және де сүректі сабақ деп үшке бөлінеді. Түсінікті ма? Түсінбесеңдер, сұрақтарым болса сұрап отырыңдар. Өйткені біз мына тақырыпты келесі екінші рет өтпеймін. Жарай ма сендермен? Ішкі құрылысы бізде 4 қабаттан тұрады. Ол бізде қабық, камбий, сүрек және өзек деген 4 бөлімнен тұрады. Жазып алыңдар, балалар, жазыңдар. Бізде қабық дегеніміз не нәрсе? Біз білеміз, иә, қабықтың не нәрсе екенін. Ол бізде не нәрсе? Сыртқы, бізде мысалы картошканың қабығы болады. Любой нәрсені бізде барлық өсімдіктердің болсын, жаңағы